Жарыстың бар кеңістігінде қуат көзін табамыз. Жерді бәріміз қорғауға күшімізді саламыз. Біз жеңімпаз жеткіншекке қара батыл бол, балақай. 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 Иң. Хана. Копал. Берекен көш. Балақай. 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 Жеңімпаз жеткіншектер. Бастық мырза. Бастық мырза. Бастық мырза қайда кетті? Мен ақыры батыл балақай жанкүйерлерінің хаттарын ұрлап тапсырмасын орындадым. Шебер шығып кетті. Қайда кетті? Киім сатып алуға кетті. Егер олай болса, біз қазір оқырмандар хаттарына жауап беруіміз керек. Бастық мырза айтқандай. Ей, бұны қалай жасаймыз? Ха-ха, мен оған жауап беремін, ал сен оны жазып поштасына жібересің. Жақсы, бірінші хат. Мен Тимоти Томмын, 10 жастамын. Менің жай сұрағым келетіні, неге батыл балақай мүлдем мектепке бармайды? Бұл оған қиын ба? Қымбатты Тимоти Том. Оқиға мектеп тоқсаны біткеннен кейінгі үзілісте орын алды. Сондықтан әрине батыл балақайға мектепке барудың қажеті жоқ. Ол мұнда өзінің атасымен кездесу үшін келді. Әрине оның келгеніне біраз уақыт болды. Тіпті олардың қалай кездескені есіме түспей тұр. Батыл балақай! Ата! Батыл балақай! Өсіп қалыпсың ғой, батыл балақай. Мырза, мен батыл балақай емеспін. Вау, сен тіпті қартаймапсың, ата. Ай, өзіңді кімді құшақтап тұрмын деп ойлайсың? Ол мен емес. Кешіріңіз, мырза. Сізге тартыпты ғой. Ұятнай. Сізге көп рахмет. Хатқа жауап жіберілді. Келесі сұрақ 88 шақырым жердегі Арамуган көшесінен келіпті. Адуду жер бетіндегі какао көп екенін білгеннен кейін неге шошып кетті? Қалайша таң алмайды. Оның қаламшарында какао энергиясы таусылды. Ал кенеттен жер бетінде ол пайда болды. 30 мың жыл бұрын бөтен нәсіл кубоид өркендеу мен өсу үшін жарысты. Олар табиғат алдындағы міндеттерін ұмытып кетті. Олар зауыттар мен ғимараттар салды. Олар ғаламшарды ластады. Олар барлық дерлік өсімдіктер мен жануарларды өлтірді. Сонда басқа мырзан адамдары қалай тірі қалды? Ауа улы болса? Олардың мұрны жоқ. Деміңізді ұстаңыз, бастық мырза! Ей, менде мұрын жоқ. Енді түсіндім. Какао энергиясы ең күшті қуат көзі. Иә, оның күштілігі сонша, ол ОЧБ сияқты күш шарын белсендірді. Ойы, сені ше? Мен бе? Мені белсендіру үшін гранттағы су жеткілікті. Өкінішті. Жарайды, келесі сұрақ. Жарайды, Томсон Томнан. Қалай? Бұл Тимоти Томның әкесі емес пе? Батыл балақайдың 55 жасар жанкүйері бар ма? Бұл қарияның жүрегі жас сияқты. Жақсы екен. Енді сұрақ мынандай. Неге құрылғы адамдар адудуды жейді деп ойлайды? Ал құрылғы неге біртүрлі? Оның қалай батылы барады? Мен біртүрлі емеспін. Менің өзімдік логикалық талдауым бар. Біріншіден, адамдар жасыл заттарды жейді. Екіншіден, адуду жасыл түсі тіршілік иесі. Үшінші, сондықтан мен қорытындым, адамдар жасыл тіршілік иелерін жейді. Мысалы, менің бастық мырзам секілді. Дұрыс емес пе? Шын мәнінде құрылғы бұл әлі сынақ сатысында тұрған жұмыс прототипі. Бұл оның суаруға нұсқасы екенін білдіреді. Иә, дұрыс. Мені белсендіру үшін жай ғана суару керек. Жарайды, төртінші сұрақ Ақшоннан келіпті. Мен әлемдегі супер ең үлкен бірінші нөмірлі батыл балақайдың жанкүйерімін. Бла. Менде тек 3 қана сұрақ бар. Бірінші, батыл балақайдың күші қандай?
Сен өзіңді үлкен жанкүйермін дейсің бе? Бірақ сен батыр балақайдың құдіретті күшін білмейсің. Мына бейнені қарайық. Let us watch this video. Батыр балақай найзағай күшін, жел күшін және жер күшін бастық мырза екеумізді жеңу барысында қолданды. Мен батыр балақаймын. Мен жер күшін басқара аламын. Жер күшін найзағайды. Нағыз керемет! Болғана емес, ол үшке де бөлінуі мүмкін. Және мен үшке бөліне аламын. Батыр балақай элементтік бөлініс. Ба-ба-бой-е! Саған не болды? Сенде бәрі дұрыс па? Келесі сұрақ. Неге Очобот күшті Адудуға емес батыр балақайға берді? Менде ешқандай ой жоқ. Бірақ бастық мырза осының кесіне көп ұйықтайтынын білемін. Неге сен батыр балақайға күшінді бердің? Неге Очобот? Ей, оны белсендірген Токабаның какаосы болды. Компьютер, какаоны қазір сал. Иә, шебер. Керемет! Осы какао энергиясымен күш шары іске қосылса керек. Осылайша олар өз күшін алады екен. Мен бұл какаоны қайтаруым керек. Шебер. Менің есімім Очобот. Сен маған неге келдің? Айтқан не? Мен саған күш беру үшін келдім. Ха? Күш пе? Иә, күш. Неге күшінді оған бердің, а? Мені белсендірген кез келген адамға бағынуға бағдарланғанмын. Сені белсендірген мен. Ол емес. Солай ма? Хей, сен оны менің какаомен белсендірдің. Техникалық тұрғыдан мен оны қошайынамын. Иә, мағынасы бар. Осылайша олар өз күшін алды. Біз сол какаоны қайтаруымыз керек еді. Тоқта, менде сұрақ бар. Иә, Ток. Сонда бұл робот оны белсендірген кез келген адамға бағынады. Солай ма? Иә, Ал сен оны кімнің какаосымен белсендірдің? сенің какаомен, Ток. Онда ол менің роботым болу керек емес пе, иә? Жоқ. Осындай көмек болғаны жақсы. Сен бұлай да істей аласың ба? Иә, істей аламын. Қандай сатқын еді? Жарайды, Ақшонның үшінші сұрағы. Сендер мені үйіме сыйлық жібере аласыңдар ма? Жоқ, мырза. Рахмет, және сау болыңыз. Бесінші сұрақ. Мені суреттерім әдемі ме? Вау, бұл сондай керемет! Бұл батыр балақайдың жанкүйер суреті. Батыр балақай балмұзға жептір, сондай сүйкімді. Ал бұл батыр балақайдың іші селенген кезі ғой. Мен өскенде батыр балақай сияқты алжын және әдемі болғым келеді. Бұл не, тағы біреуі? Бұл құрылғанының суреті. Сондай ұсқынсыз. Тыныштау, құрылғы, тыныштау. Сондай керемет! Сондай керемет! Жанкүйерлерінің барына сене алар емес пе? Ол жақсы, тек келесі хатта өтсек. Қане, өзің жанкүйерлерін жоқ деп қызғанып отырсың ғой, иә? Жарайды, Shadow Hunter 98-ден. Қандай жақсы ісім. Неге Адудумен құрылға әрқашан батыр балақайдан жеңіле береді? Оның әлсіздігі жоқ па? Әлсіздігі жоқ дегенді қалай түсінеміз? Батыр балақай ұмытшақ емес пе? Негізі, саған айтқыма келген еді. Мен жай сенен сұраудан ұялдым, Мими. Мими, мен Ханнамын. Шын ба? Мен сені Мими де ойласам? Не болғанын білесің бе? Ей, Арамуға кездеспегелі көп болды. Иә, ағымендікі дұрыс. Сен солайды ойлайсың ба? Агого? Мен қателестім бе? Бақ-бақ? Қазір есімде. Икрам? Мен Адудумын. Мен айтқандай, ол ұмытшақ. Иә, дұрыс. Гопал да оңай қорқады. Сәлем, мен Гопалмын. Менің күшім кез келген заттарды тамаққа айналдыру. Тамаша емес пе? Сенің үшін қорқыттан кезде ғана ғой. Ей, мен өзімді қалай қорқыту керектігін білемін. Мынаған қара. Бұл әкенің ашулы сөйледі ме? Жоқ, бұл әкемнің мапеті екен ғой.
Кыскасы ол неғұрлым қорқса, соғұрлым күшті болады. Ол тіпті кемені толықтай тамаққа айналдырып жіберген. Айтпақшы Ин, ол түшкісе оның күші жоғалады. Сәлем, менің атым Ин, менің күшім, ол тез жүгіру. Талай жүгіретінді көргілерің келеді ме? Шынымен де жылдам, я? Ау жоқ, менің күшім жоғалды. Ал ол күшін қайтару үшін қайта түшкіру керек. Iya, рахмет. Суға қарсы оның күші жарамсыз. Оның да әлсіздігі бар екен. Ал Ханна ше. Сәлем достар, менің атым Ханна. Мен ұша аламын. Және мен ауыр заттарды көтере аламын. Қорықпаңыз, білімі зат шыққан кетіп қалды. Және ең бастысы, мен тәтті печеньелер жасай аламын. Иә, Ханнаның әлсіз тұсы жоқ. Негізінде оның печеньелері сұмдық. Меніңше оның печеньелері дәмдірек. Міне, дәмін тат. Бұның дәмі қорапқа ұқсайды екен. Не? Иә, бұл керемет. Қорап секілді дәмді болушы не қосады екен? Егер құрамын білгің жетсе, алдыңғы бөлімдерді еске алайық. Бұл шынымен дәмді. Дәмі қорапқа ұқсайды екен. Сондықтан да дәмі жақсы деп есептелмейді. Ал оның дәмі сонда қалай қорапқа ұқсайды? Құрамы туралы келесі бөлімге айтылады. Жарайды. Құрамы 30 пакет ұн, 20 пакет қант, 30 бөтелке шоколад, 5 блок сары май, карри дәмдеуіштері, лимонграсс, лайм шырыны. Ол шынымен печенье істеп жатыр ма, әлде карри ме? Біз бұны көруіміз керек. Мен бұл құрамды алғаннан кейін мен печеньелерді өзім жасай аламын. Нөмірі 157-ші сұрақ. Адуду неге токабаның какаосын қатты қалайды? Басқа какаоның несі бар екен? Жарайды. Бастық мырза токабаның какаосын қатты қалайды. Өйткені бұл әлемдегі ең күшті какао. Токабаның құпия қоспасы какао қуатының ең жоғары энергетикалық әлеуетін саралады. Супер қалым құрылғамы? Я, дұрыс. Бастық мырза екеуміз тіпті токабаның құпия қоспасын алу үшін бетперде киіп көрдік. Қайырлы таң! Сәлем! Сәлем. Бұл қоспа кітабы. Токабаның құпия қоспа кітабы. Міне, Токабаның құпия қоспасы. Сағат 10-да $350 гопал. Сағат 2, $720 гопал. Сағат 7, $590 гопал. Ескерту, төлем 3 ай бойы күтіледі. Бұл қандай қоспа? Сөйтсек қарыз кітабы екен. Осыдан кейін біз өзіміз какао қоспасын жасауға тырыстық. Мен өте зұлым кір жуғыш машинамын. Бірақ мен жай ғана кір жуғыш машинаға ғана айналдым. Бұл бәрі емес, шебер баса какао құрылғыны кір жуғыш машинаға айналдыра алатын түсінгеннен кейін, ол құрылғыны көп нәрседе өзгерту үшін тәжірибесін жалғастырдым. Шансорғыш, пеш, таба және газ баллоны. Ұятын-ай, мені күнде шынаяқпен лақтырып ұратын айтпай қояйын. Бұл өмір құрылғы. Мені не істеуім керек? Бастық мырза саған ешқашан үй шаруасымен айналысуға бұйырған емес. Әрқашан мен міндетті болған. Ал мен ше, маған тапсырма жоқ па? Иә, сен маған сусын алып кел. Осы ғана ма? Мен тіпті барлау қызметінде жасауым керек. Құрылғы, баянда. Шебердің үй жануары сияқтымын. 158-ші сұрақ. Мультимонстр мен Папазолаға не болды? Шынында, мультимонстр Батылбалқиға көмектескеннен кейін, олар Улы фунтқа оралып, қонысын және сол жерде өздерінің кішкентай ауылдарын бастады. Папазола болса, бұл дүние жұмысқа тұру үшін сұхбатқа баруға мәжбүр болды.
Бирок ол өзү катышкан сухбаттардын барлыгында сәтсиздикке учурап, сухбаттын сәтсиздикке учурауунун миң бир себеби. Осы 10 жылдыктагы эң жакшы сухбат нускоочусу китабын чыгарды. Онда кеңестердин кейбирлеринде сухбат кезинде бастыгына бастык болма. Сен маган сухбатты талап этетиндей кимсен, а? Кателиктерди моюндоо кателик эмес. Бул дурус эмес. Мен сизден сухбат алуум керек. Мен адилдикпен. Мен эч качан кателеспеймин. Эсик сол жакта. Рахмет. Көчүрмөсүн бүгүн дүкенден алууду унутпа. Бул жеткиликти, шеттен чыгып бара жатсың. Жакшы, әрине. Мен унун үлкен жанкермин ғой. Келесі кат байымда анадан келипти. Неге Гопал аркашын заттарды зыянды тагандырга айналдырады? Мен оған алаңдаймын. Уайымдамаңыз ханым. Соңғы 2 аптада Гопал заттарды пайдалы тагамга өзгертти. Мысалы, жұмыртқа қосылған күріш. Қуырылған күрішке айналдыру. Күрішке. Және какао торты. Макиманын какао тортуна айналдыру. Какао тортуна. Сосын банан бөренесіне. Банан бөренесіне айналдыру. Я, дұрыс. Ал бұлай болуының себебі? Крекерге айналдыру. Сен тағы да бір нәрсе қалайсың ба? Аха, онда мыналардың барлығы. Жақсы, лақтыр оларды. Ей, жігіттер, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? О, жоқ. Ештеңе. Білесіңдер ме? Бұл қажетсіз тағамдардың барлығы өте зиян. Қалай? Бірақ бұл дәмді ғой. Әрине дәмді. Бірақ бұл денсаулыққа зиян. Қойшы, менде бәрі жақсы. Ей, Гопал, сенің тістерін. О, жоқ, мені тістерім. Қане Гопал, сені тістері еріне апару керек. Деніміз сау болу үшін зиянды тағамдарды жеуден арылайық. Және пайдалы тағамдарды көбірек жейік. Дұрыс емес пе? Бұл сұраққа бізде қана жауап берді. Рахмет қана. Келесі сұрақты тыңдайық. Оу, жоқ, келесі сұрақ. Неге батыл балақайдың бөлімдері теледидарда қайталана береді? Кешір, мен албайса жұтып алдым. Бәрі жақсы, оны әлі де оқуға болады. Оу, жоқ, бұл жанып кетті. Келесі сұраққа өтейік. Кішкентай адамнан. Егер батыл балақай жарқылып, батыл балақай найзағаға айналса, батыл балақай жер мен желше. Олар қызғанып қалып кетеді. Оу, не болды? Батыл балақай жер қойынға, ал батыл балақай жер сілкініске айналады. Мына бөлімдерін өзінді көрейік. Газ, қайшы, қағаз. Сенің қазір тоқтауың керек. Бұл жігіттерге не болған? Күшті. Енді не болмақ? Мені білуім керек. Мен күте алмаймын. Батыл балақай бірінші маусымының шешуші сәтін жіберіп алма. Ақырында, біз батыл балақайдың барлық жанкүйер хаттарына жауап берді аяқтадық. Ей, сен екеуің не істеп жатырсыңдар? Біз батыл балақайдың жанкүйерлеріне алған барлық хаттарға жауап берді аяқтап жатырмыз. Керемет, екеуіне сену керектігін білгенмін. Сонымен, оның жанкүйерлерінің хаттарына қалай жауап бердіңдер? Әрине шын жүректен. Не? Мен сендерге оларға дөрекі жауап беруді сұрадым. Сонда батыл балақайдың барлық жанкүйерлер оны жек көреді. Шын жүректен дегені нес? Кешіріңіз бастық мырза, кешіріңізші. Ей, сен ақымаққа ештеңе сені тапсырмау керек. Қоя тұрыңыз басты мырза, мұнда бір қат қалып кетіпті. Ол, бір қат қана ма? Ештен етпес. Мен оған өте дөрекі жауап беретін боламын. Сол кезде бір адам батыл балақайды өлердей жек көреді. Міне, жауапты жібер. Иә, шебер. 2 сағаттан соң. Пошта, бізге хат келіпті, бастық мырза. Қандай хат? Білмеймін, өзіңіз қараңыз. Тоқта, бұл өткенде мен жауап берген хат емес пе? Сонда сен де оларға хат жөнелтіп жүрсің бе? Сен ақымақ, бер кел қане. Кешіріңіз бастық мырза, кешіріңіз.
somehow. There's no better time than now. And don't be afraid, just leave your doubts behind. It's gonna blow your